Таза энергияға көшу тұрақты болашақтың кепілі. Климаттың өзгеруі адамзат алдында төніп тұрған алапат қауіп. Күн энергетикасы, жел энергетикасы, геотермальдық энергетика бұл таза энергия көздері ғана емес, сонымен қатар сарқылмас ресурстарға ие. Кейінгі жылдары жаңартылатын энергия технологиялары қарқынды дамып, бағасы да айтарлықтай төмендеп келеді. Жаңартылатын энергия көздері қатты отынға, экологиялық таза әрі экономикалық тиімді балама болып табылады. Әлемдегі көптеген кәсіпорындар өз аумақтарында күн және жел электр станцияларын орнатып, жасыл энергияға көшуде. Бір кәсіпорын өз даму жолына экогенерацияны қосты деген сүйінші жаңалықты күнде естиміз. Электр энергияны көп мөлшерде тұтынатын кәсіпорынның басым бөлігі көмірдің орнына газды пайдаланып, баламалы қуат көзін қолданудың озық үлгісін көрсетіп келеді. Мұнымен олар парниктік газ шығарындыларын азайтып, экологиялық әлеуетін арттырып қана қоймай, электр энергиясы шығынын да қысқартады. Жаңартылатын энергия көздеріне көшерде энергия тиімділігінде арттыру аса маңызды. Яғни, жабдықтарды жаңартып, энергия үнемдейтін технологияларды енгізу, электрмен жабдықтау жүйесін оңтайландыру қажет. Ақылды жарық және электрожабдықтауды басқару жүйесі тәулік уақыты мен жарық деңгейіне байланысты энергия тұтынуда автоматты түрде реттеуге мүмкіндік береді. Баламалы энергетика жобаларының арқасында электр энергияның өзін ғана емес, Қазақстандағы лас көмір генерациясының орнын баса алатын, экологияға зияны тимейтін таза қуат көзін алуға болады. Соңғы 30 жылда елімізде тұтынып келе жатқан қуат көзі тек экономиканың түрлі саласын дамытуға бағытталған еді. Бірақ бұлай жалғаса беру мүмкін емес. Себебі біріншіден қолда бар ресурсымызды дұрыс пайдалана алмағандықтан ауа ластанып жатыр. Сондықтан бүгінде жаңа технологиялардың дамуы мемлекеттік саяси деңгейде қарастырылып отыр. Жабдықты жетілдіру және ақылды басқару жүйесін енгізіп, кәсіпорында энергия тұтыну мөлшерін айтарлықтай төмендетуге болады. Тиісінше, шығын азайып, экологиялық көрсеткіштер жақсара түседі. Таза энергияға көшудің экономикалық және экологиялық артықшылығы өте көп. Таза энергияға көшкен кәсіпорындардың электр энергия шығыны едәуір азаяды. Сонымен қатар, олар парниктік газдар шығарындыларын азайтады. Бұл қоршаған ортаға жағымды әсер етіп, климаттың өзгеруімен күресуге көмектеседі. Қазір елімізде күн, жел, су және биомасса арқылы жұмыс істейтін жап-жаңа 3 гигаватт қуатты құрылғы бар. Бұл тек басы ғана. Алдағы 10 жылдықта елімізде түрлі кәсіпорындарда баламалы энергетиканы қарқынды дамыту жоспарланып отыр. Таза энергияға көшу бұл климаттың өзгерісімен күрес қана емес, болашаққа жасалатын инвестиция. Бұл дегеніміз жаңа жұмыс орындарын ашу, экономикалық өсімді жетілдіру, адамдардың өмір сүру сапасын арттыру. Бірге күш жұмылдырсақ, бәріміз үшін таза, салауатты, кемел келешек құра аламыз.